Сәлем достар, Әсел Стайл Breakfast каналына қош келдіңіздер. Видеодағы чизкейкті мен күйдіріп алған жоқпын, қорықпаңыздар. Бүгін сіздердің назарларыңызға ерекше дәмді испандық чизкейкті ұсынбақпын. Испандық чизкейктің классикалық чизкейктен айырмашылығы жоғарғы дәрежеде әрі қысқа мерзімде пісіріліп шығады. Сол себепті беті кішкене күйіңкіреп, ал структурасы болса классикалық чизкейктен нәзіктігімен, жұмсақтығымен ерекшеленеді. Негізгі біздің процесті біз формаға пергаментті жайғастырудан бұрын пешті қыздырудан бастаймыз. Бүкіл процесс дайындау процесіне бар болған 5 минут кетеді. Сол себепті міндетті түрде ең бастысында пешті 220-240 дәрежеге қыздырудан бастаңыздар. Содан кейін видеода көрсетілгендей пергаментті формаға жайғастырыңыздар. Чизкейкке қолданатын бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Сол себептен тоңазытқыштан алып бөлме температурасына шейін жылытқан кезде бүкіл ингредиенттердің бетін жабыңыздар. Мен тек қана кілегейлі ірімшіктің бетін жауып қана көрсеттім, бірақ негізі менің кілегейімді жұмыртқамды беті жабық тұрды. Видеода көп уақыт алмау үшін тек қана бір ингредиентті жапқанымды көрсеттім. Бұл жерде ең бастысы бір-бірімен жақсылап араластырасыз ингредиенттерді, және жұмыртқаны енгізген кезде бір жұмыртқаны енгізіп, ингредиенттерді жақсы бір-бірімен араластырғаннан кейін барып екінші жұмыртқаны қосасыз. Қайтадан процесті қайталап, үшінші жұмыртқаны да бір-біріне жақсы араласқаннан кейін барып, ең соңында кілегейді қоясыз. Бар болған осы дайындалу процесі. Жақсылап араластырып дайындаған массамызды алдын ала дайындалған формаға құйып жайғастырамыз. Бұл форма бізде, бұл ингредиенттер 18 диаметрлік формаға арналған. Егер де үлкенірек форма алатын болсаңыздар, ингредиентті міндетті түрде көбейтіңіздер. Видеода көрсетілгенде чизкейкті ортасы жақсы қозғалып, былқылдап тұрған кезде аласыздар. Испандық чизкейкті дайындаған кезде екі маңызды ескерілетін жағдай бар. Ең біріншісі, беті күйгеннен қорықпаңыздар. Керісінше беті неғұрлым күйсе, соғұрлым чизкейкке карамельдің дәм береді. Ал екіншісі, міндетті түрде чизкейк қатты былқылдап тұрғанда шығарыңыздар. Көптеген адамның қателігі формасын ұстамай қалады, немесе піспей қалады деп чизкейкті кеш шығарады. Ал негізгі испандық чизкейктің структурасы, ішкі дүниесі видеода көрсетілгенде осындай нәзік, жұмсақ, сондай бір былқылдақ болу керек. Сол кезде классикалық чизкейктен өзгеше болып шығады. Көп кездерде адамдар көбірек ұстап жеріп, негізі классикалық чизкейктен еш айырмашылық болмай қалады. Сол себепті бұл ерекшелікті бұзып алмаңыздар. Міндетті түрде чизкейктің беті күйген бойда қатты былқылдап тұрса да шығарасыз. Бөлме температурасына дейін суытасыз, бір түн тозаңғышта ұстайсыз, келесі күні дастарханға жақындарыңызға ұсынасыздар. Міндетті түрде комментарияда осы чизкейкті дайындап көрдіңіздер ме, дәмінің ерекшелігін сездіңіздер ме, міндетті түрде жазыңыздар. Маған өте қызық, және де менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Әр сенбі күні жаңа рецепт. Кездескенше күн жақсы болғай.